Қазақстандағы мәдениет саласында болған өзгерістер. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта халыққа білім беру ісі мен оны дамыту үшін қабылдаған шаралары, білім берудің ұлттық жүйесінің қалыптасуы және кәсіби білім беру мен ғылыми зерттеу жұмыстарының майданға көмегі туралы айтамыз. Сонымен кеңестік биліктің алғашқы 10 жылдығында Қазақстанда бұқараның мәдени деңгейін арттыру міндеті тұрды. Осыған орай елімізде 1924 жылы сауатсыздықты жою қоғамы ұйымдастырылса, ал 1931 жылғы желтоқсанда республиканың 15 жастан 50 жасқа дейінгі сауатсыз еңбекші халқына жалпыға бірдей міндетті сауат ашу енгізілді. Бірақ өлкеде мәдени құрылысты дамытудың материалдық техникалық базасы болмады. Ал 1926 жылы мамырда республиканың халық комиссарлары кеңесі Қазақ АКСР бірыңғай еңбек мектептерінің жарғысын қабылдады. Осыған сәйкес 3 жылдық және 4 жылдық мектептердің үлес салмағын көбейту, қазақ және шығыс ұлттарының қыздары үшін арнаулы мектептер ашылды. Сондай-ақ 1930-1931 жылдары отырықшы аудандарда, ал 1931 жылдың көктемінен бастап көшпелі аудандарда жалпыға бірдей білім беру енгізілді. Сондықтан Қазақстан үкіметі халыққа білім беру ісіне қаржы бөлуді едәуір ұлғайтты. Дегенмен 1931-32 жылдардағы аштық салдарынан балалар саны күрт азайды. Әйтсе де, Ұлы Отан соғысы басталар алдында еңбекке жарамды тұрғындар арасында сауатсыздықты жоюдың аяқталуы Қазақстандағы мәдени өзгерістердің маңызды қорытындыларының бірі болды. Сонымен қатар кәсіби мамандықтар даярлайтын жоғары және арнаулы орта оқу орындары ашылды. Мәселен, Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу орны педагогикалық институт 1928 жылы ашылып, оған кейіннен Абайдың есімі берілді. Ал 1929 жылы Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институты, 1931 жылы ауыл шаруашылығы институты мен медициналық жоғары оқу орындары ашылды. Сондай-ақ 1934 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің ашылуы республиканың мәдени өміріндегі елеулі оқиға болды. Қазақ кен-металлургия институтының ашылуы республикада инженер-техник кадрларды даярлаудың негізін қалады. Яғни, Ұлы Отан соғысы қарсаңында Қазақстанда 20 жоғары оқу орны, 118 орта арнаулы оқу орны жұмыс істеп, оларда 40 мыңдай адам оқыса, 1930 жылдары өзге республикаларда 20 мыңдай қазақстандық жастар білім алды. Сөйтіп, республиканың жоғары білім жүйесінің және ғылымының қалыптасуына ғылым мен мәдениет қайраткерлері Санжар Асфендияров, Темірбек Жүргенов, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Сәбит Мұқанов, Ораз Жандосов, Мұхтар Әуезов, Құдайберген Жұбанов тағы басқалар көмек көрсетті. 1920-1930 жылдар Қазақстан ғылымының қалыптасқан кезеңі болды. Өйткені өлкенің тарихы, этнологиясы, экономикасы зерттеле басталды. Осыған орай Қазақстанда зерттеу қоғамы құрылып, оның секцияларының жұмысына көрнекті ғалымдар белсене қатысты. Мәселен, қазақ тілі мен әдебиет саласында қазақша жазуды жетілдіру, қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтарды қалыптастыру жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ қазақ халқының тарихы мен этнологиясы жөнінде еңбектер басылып шықты. Мәселен, Санжар Асфендияров жазған Қазақстанның көне заманнан бергі тарихының бірінші томы жарық көрді. Ал 1926 жылы Массон ежелгі Тараз қаласының орнында қазба жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар Қазақ КСР денсаулық сақтау халық комиссариаты жанындағы санитарлық бактериологиялық институт ғылыми зерттеу жұмысын өрістетті. Сондай-ақ 1932 жылы КСР ғылым академиясы Қазақстандағы филиалын құрып, құрамында зоология және ботаника секторы мен Алматыдағы ботаника бағы болған еді. Ал 1935 жылы геология және тарих секторы құрылса, қазақ тілі мен әдебиеті, халық шаруашылығы секторлары бар Қазақ ұлттық өнер ғылыми зерттеу институты қосылды. Сөйтіп, КСР ғылым академиясының базасы қазақ филиалына айналды.
Ал Қазақстан ғылымының дамуына Қаныш Имантайұлы Сәтбаев үлес қосса, соғыс қарсаңында Қазақстанның 57 ғылыми мекемесінде 1700-ден астам ғалым еңбек етті. Ал соғыс басталған соң КСР ғылым академиясының Орал, Батыс Сібір және Қазақстан байлықтарын қорғаныс мұқтажына жұмылдыру жөніндегі комиссиясы құрылды. Яғни кеңестің ірі ғалымдары енген комиссияның ғылыми ұсыныстары Қазақстанның әскери экономикасын дамытуды негізге алды. Сөйтіп соғыс жылдарында республика астанасында 20-дан астам ғылыми зерттеу институты, соның ішінде КСР ғылым академиясының философия, география, физиология институттары, КСР сәулет академиясы, тағы басқалар орналасты. Сонымен бірге Мәскеу авиация және Мәскеу түсті металдар мен алтын институттары, Киев пен Харьков біріккен университеттері көшіріліп, білікті кадрлар дайындалды. Ал соғыс жылдарында Алматыда мемлекеттік шет тілдері педагогика институты, Шымкентте технология институты, Қазақ мемлекеттік консерваториясы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, дене шынықтыру институты ашылды. Сонымен КСР ғылым академиясының Қазақ филиалында астрономиялық обсерватория, тіл мен әдебиет және тарих, химия, металлургия, топырақ тану бөлімдері ұйымдастырылды. Ал 1946 жылы 1 маусымда Қазақ ғылым академиясы ашылып, Сәтбаев бастаған Қазақстан ғалымдары қара түсті және сирек кездесетін металдарды, жанатын пайдалы қазбаларды, су және су энергетикалық қорын майдан қажетіне жұмылдыру бағытында жұмыс жүргізді. 1942 жылы Сәтбаевқа жезқазған мыс кен орындарында сіңірген еңбегі үшін мемлекеттік сыйлық берілді. Сонымен қорыта келгенде, мәдениетті жасау мен мәдениетке залал келтіру қатар жүрді. Мәселен, сауатсыздықты жою мен білім берусі жолға қойылып, және жоғары оқу орындарында кәсіби мамандар дайындалып, ұлт зиялыларының жаңа толқыны қалыптасты. Ал кеңестік ғалымдар Қазақстанның әскери экономикасын дамытуға үлес қосты. Сондай-ақ соғысқа дейінгі сталиндік қуғын-сүргін салдарынан инженер-техник, ғылым және әдебиет өнер қайраткерлері, яғни ұлт зиялылары жазықсыз жазалануы мәдениеттің дамуына үлкен зиянын тигізді.